Қайырлы күн, қымбатты көрермендер, сіздермен бірге пайдалы арна каналы. Бұл арнада өміріңізге керекті түрлі ақпараттармен бөлісетін боламын. Сол себепті міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен 4 және де 18 жас аралығындағы балаларды тегін кружоктарға жазуды көрсетемін. Бұрынғы кезде бізде арт спорт және де даму бала болған, енді қазіргі кезде соның барлығы біріктіріліп, қосымша.kz сайтында балаларды тегін кружоктарға тіркейміз. Тура балабақшадағыдай бұл жерде де бірінші кезекте ваучер алу керек. Қосымша.kz сайтына кіріп, екі жерде «Встать в очередь на ваучер» деген батырмаларды басамыз, және де екі жерде келісім беріп, птичка қойып, «Встать на очередь» деген кнопканы басамыз. Және де осы жерде сіздің ИКОВтағы SMS келетін телефон номеріңізді жазамыз. Телефон номерді жазып, код жібереміз. Код келгеннен кейін астыға түсіп, осы жерге кодты енгіземіз. Продолжить деген кнопканы басып, ары қарай өтеміз. Бірінші бетте осы жерге родитель явный ата-ананың иінін жазамыз. Иінді жазып болғаннан кейін запросить доступ деген кнопканы басамыз. Ол кнопканы басқан кезде бізге телефон номерімізге 1414-тен хабарлама келеді. Сол хабарламаға 511 явный келісемін деген жауапты жіберіп, осы жерге қайтадан кіріп, екінші рет запросить доступ дегенді басамыз. Сол кезде осы жердегі барлық сіздің деректеріңіз өзі автоматты түрде толтырылады. Астыға қарай түсіп, енді тегін кружок алғыңыз келген баланың иін жазасы да жаңағыдай запросить доступ деп басасыз. Тура солай 1414-тен сізге хабарлама келеді, сол хабарламаға 511 деп жауап бересіз, екінші рет запросить данные деген батырманы басасыз. Сол кезде балаңыздың барлық деректері автоматты түрде осы жерден өзі шығады. Ары қарай астыға түсеміз. Баланың документтерінің номерлері бар өзі шығып тұр. Енді пропискаңызды тексересіз және де регионды таңдайсыз. Қай қала бойынша явный бізде бұл Астана қаласы. Астананы таңдап продолжить деген кнопканы басамыз. Сәл ғана загрузкадан кейін осы жерде очередь таңдаймыз. Явный егерде баланың дені сау барлығы жақсы болса, онда жалпы даму деген кезектің түрін таңдайсыз. Госзаказдың түрі өзі солай қалады. Ары қарай продолжить деген кнопканы басамыз. Бұл жерде баланың жасы, барлық баланың жасы декабрь айының 31-мен саналады. Яғни сіздің балаңыз жасы 4-ке толса, жаздың кезінде ол бары бірде 3-те болып саналып тұрады бұл жерде. Және де сентябрь, яғни бірінші қыркүйек күндері сізде осы жерде ваучер берулер бастала бастайды. Егер де сізде осы жерде таңдалған қандай да бір жеңілдіктер болса, файлдарыңызды тіркеп қоюға болады. Ары қарай продолжить деген кнопканы басамыз. Міне біздің баламыз 4 жасқа дейінгі балалар санатына енгізіліп, очередьке қойылады деген ескерту хабарлама келіп тұр. Енді сіз балаңызға ваучер келген күнде қандай хабарлама алғыңыз келеді, соның түрін таңдайсыз, және де хабарламаны қай тілде алғыңыз келеді, соны таңдайсыз да ары қарай өтесіз. 5-ші шаг біздің деректерімізді тексеру, явный өтініш. Өтінішті бір тексеріп өтемізде, астыға қарай түсіп, подать заявление деген явный өтінішті жіберу туралы келісімге қол қоямыз. Ол келісімге қол қойғаннан кейін бізге жіберілген өтініштің тіркелу үстінде явный на регистрация тұрғандығы туралы хабарлама келеді. Перейти на главную деп басты бетке өтуге болады, немесе 1-2 сағаттан кейін кіріп қайтадан тексерсеңіз болады. Личный кабинет деп кіреміз, осы жерде иінді енгіземіз, және де өзімізге екі жерге келісім беріп, паролімізді енгізіп кіреміз. Кірген кезде біздің баламыздың нешінші бала болып тұрғаны, кезекте қалай тұрғандығы туралы осы жерге хабарлама шығып тұрады. Осы жерден балаңызға ваучер келген кезде өзіңізге керекті кружоктың түрін таңдауға болады. Бір ваучерға тек қана бір кружок түрі таңдалады. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Назарларыңызға көп рахмет, достар.